Ұстаздар мерекесіне арналған тәрбиеші тәрбиенің алтын бесігі атты сайысымызға қош келдіңіздер. Құттықтаймыз шын жүректен сіздерді. Өмір думан, баға песін мереке. Ұстаздар күніне арналған сайысымызды бастаймыз. Жаса Қазақстан, жаса менің қазағым, артта қалды қиындық пен азабың. Жаса Қазақстан, жаса менің ұл елім, атқан таңдай ашық болсын ажарың. Жаса Қазақстан, алашұртым ардағым, алтын бесік байтақ далам бар бағым. Жаса Қазақстан, ата мекен тұрағым, көк аспанда желбіресін байрағың. Жарқын көңіл жайсаң ел қазағым, өз ұраның айтылсын өз әнің. Ана тілдің айбыны асқақтап, болсын таза дін. Батыр ұлдар ел көшін бастаған, жасымасын жас ұрпақ жас балаң. Ашық аспан астында мәртебең арсын басқадан. Жаса Қазақстан, жаса менің қазағым, артта қалды қиындық пен азабың. Жаса Қазақстан, жаса менің ұл елім, атқан таңдай ашық болсын ажарың. Жаса Қазақстан, алашұртым ардағым, алтын бесік байтақ далам бар бағым. Жаса Қазақстан, ата мекен тұрағым, көк аспанда желбіресін байрағың. Ал құрметті ұстаздар, құрметті көрермендер, бәріңіз жанкүйер болдыңыздар. Мына өмірде ең ауыр нәрсе қазылық ету. Сондай ауыр
мына ұстаздарға қазылық ету енді ол 100 есе ауыр. Өйткені бәріңіз талантсыз, бәріңіз біздің балаларымызды қандай етіп өсіріп отырсыздар, ұрпақты қоғамға кіргізіп отырсыздар, еңбектеріңіз ерен. Бірақ сайыстың аты сайыс. Мына жерде бір ғана адам шешпейді, бірнеше адам жюри. Әрқайсымыз сіздеріңіздің әр таланттарыңызға ерекше көңіл бөлдік, талас тартыс болды. Бірақ өте әділ болды деген сенімдемін. Сонымен 3-ші орын Тұтқа тобы. Капитанымыз. 2-ші орын Түймедақ. Ерекше таланттармен көзге түскен Бірлік тобы. Бірінші орын Раушангүл тобы. Жаса Қазақстан, жаса менің ұл елім, атқан таңдай ашық болсын ажарым.